Bir жігіт садақа бермекші болып бір отбасыға келеді. Түнде, қараңғыда. Және бетін жасырып алған. Үйдің кісісі, қария кісі шығып, садақасын жаңа алып жатып айтады: "Сен неге өз-өзің жасырып қойғансың? Сен көрсетсей өзің кім екеніңді. Мен саған дұға қылайын" дейді. Сонда жаңағы жігіт айтады: "Көкетай, сіз менің кім екенімді білмей-ақ қойыңыз" дейді. "Егер білсеңіз, мынау үш нәрсе болады" дейді. Үшеуін ақ айтайын. Біріншісі, сіз көшеде мені көрген кезде, "Охо" деп жаңа не дейді? Кішірейесің ғой енді. Жаңа алғаның бар ғой. "Айналайын балам" деп, менімен жүгіріп келіп ек қолдап амандасатын боласыз. Бұл менің тәкаппарлығымды оятады дейді. Екіншісі, бір жиында екеуміз бірге болып қалсақ, мен сол жерде сөйлеп жатсам, егер де мен қателессем, сіз оны біліп отырып, сенің мынауың дұрыс болмады" деп айта алмайтын боласыз. Неге? Өйткені алғансыз ғой. Үшіншісі, сіз мені сыртымнан мақтайтын боласыз дейді. Пәленше деген ой өте жомарт, ой ол осындай жақсы істейді деген сияқты. Мені сыртымнан мақтай бастайсыз. Адамдар бәлкім мені лайық емес деңгейде көтеріп ойлауы мүмкін мен жайлы дейді. Айтады ғой ғалымдар, әр адамның өзі барынан аты озып кетсе, өзінен өзінің аты озып кетсе, мысалы үшін жаңағы бір-екі Құран жаттағасын, бір-екі сүре керемет оқисың енді, адамдар сені қари деп ойлайды. Негізі сенің білімің жоқ, бірақ сөйлегеніңе қарай адамдар сені өте білімді деп ойлайды деген сияқты. Аты өзінен озып кетсе құрдымға кетеді деген сияқты. Бұл нәрсе мені ертең құрдымға кетіруі мүмкін дейді. Қараңыздар ағайындар, Алла разылығы деген міне осындай жігіттер. Қараңызшы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге ескерткен ғой, қияметте бір адамды шахид болып өлген адам тозаққа тастаңдар дейді. Сонда ол айтады: "Неге? Мен Алла үшін соғыстым ғой" деген кезінде, "Жоқ, сен Алла үшін соғысқан емессің. Сені адамдар батыр деп айтсын, күшті екен деп айтсын деп соғысқансың сен. Адамдар сені батыр, күшті деп айтты, сен сауабыңды сол жақта алып қойдың" дейді. Негізгі мақсатыңа жеттің дейді. Бір адам өте білімді болған, тозаққа тастаңдар дейді. Ол айтады: "Жоқ, мен білім алып, білім тараттым ғой" деген кезінде, сен Алла үшін істеген жоқсың. Сен адамдар, "Охо, мынау өте білімді екен, ой өте жаңағы білімді жақсы береді екен" деп айтсын деп істедің. Сен сол ойыңа, ойлаған нәрсеңе жеттің, адамдар құрметтеді сені, сенің мақсатың сол еді дейді. Үшіншісі, жомарт, садақа бергішті тозаққа тастаңдар дейді. Сонда ол айтады: "Мен садақа бердім ғой, өте көп садақа жасадым ғой." Сен Алла үшін жасаған жоқсың. Сен адамдар көрсін, адамдар жомарт екен десін, адамдар сені көрген кезде қолпаштап мақтап жүрсін деп жасадың. Сол мақсатыңа жеттің, адамдар сені мақтады, адамдардың алдында абыройлы болдың. Болды, сауабыңды осы дүниеде алып қойғансың дейді. Ағайындар, бір жақсылыққа екі рет сауап берілмейді. Мынау дүниеде бір жақсылық істедіңіз ба, егер адамдар көрсін деп, менің абыройым өссін деп жасадыңыз ба, өседі абыройыңыз. Алла өсіреді абыройыңызды. Адамдар мақтайды. Адамдардың алдында құрметті, төрде отыратын адам боласыз. Бірақ ақыретте оған ешқандай сыйлық жоқ. Сол үшін ағайындар, Алла разылығы үшін деген нәрсе, сіз мынау дүниеде кімге қандай жақсылық істейсіз, сіздің міндетіңіз ұмыту керек болады. Неге? Сыйлығын ақыретте аласыз. Біз мынау дүниеде жігіттер, біздің қателігіміз осы болып жатыр ғой. Алла үшін деп қимылдап жатырмыз, дұрыс. Бірақ адамдарға міндет қылып қойып жатырмыз. Қараңыз, бір жігіт айтады, бір жаңа қайырымдылық қорын ашып, жаңа қимылдап жатыр екен да, кешке таман бір жерде жолығып жатырмын, жаңа айтады: "Шаршап жүрмін, жұмыс ауыр" дейді да. Жоқ, сен Алла үшін жасадың ба, саған шаршауға болмайды. Алла разылығы үшін деген нәрсеге сен нәпсіңді қосуға болмайды. Адамдарға қарап, "Мен шаршап жүрген кезде" деп сөйлеуге болмайды. Неге? Сіз өйткені Алланың разылығын іздеп жүрген адамсыз. Сіз оны тауып жатсыз. Енді оны адамдарға міндет қылып, неңіз бар? Ұзын сөздің қысқасы, ағайындар, Алла үшін жасаған нәрсеңді адамға міндет қылма. Сыйлығың жәннат болады иншалла.